Сәлем достар, математикалық сауаттылықта келесі нұсқасын бірге талдайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Алғашқы есебіміз. Дүкендегі 6000 тонна бағалы тауарларға алдымен 15% жеңілдік, кейін жеңілдетілген бағаға тағы да 10% купон жүрді. Яғни тағы да 10% жеңілдетілді. Сатып алушы қанша төлейді? Бірінші 10%-дан бастайық. 10% жеңілдеткенде 6000 теңгенің 15% қанша болады? 6000 теңге дегеніміз бұл 100%. 15%-ға жеңілдетілсе қанша болады? Мына жерге бірден 85% деп жазсаңыздар да болады. Сол кезде сразу жеңілдетілген баға шығады. Немесе 85%-дің орнына 15% деп жазып, содан кейін барып 6000-нан азайтсаңыздар да болады. Айырмашылығы жоқ. Давайте 15%-ын табайық алдымен. X тең 6000-ды көбейтеміз 15-ке, бөлеміз 100%-ға. Мына 100-дің 2 нөлмен 2 нөлді қысқартырып жіберейік. Сонда біз 60-ты көбейтеміз 15-ке. Тең, бұл бізде болады 900 теңге жеңілдет. 900 теңге арзан сатқан, иә? Демек, алғашқы жеңілдігіміз бұл 6000 минус 900. Яғни 5100 теңгеге сатып алған. Одан кейін тағы да 10% купон дейді. 5100-дің тағы 10%-ға азайтайық. 5100 бұл бізде 100% болса, соның 10% қанша болады? 10% қанша болады? Сол бізде жауап болады. Мына x-ті тапсақ, қазір мына жерден сол жауап болады. X емес, давайте y деп алайық. Жоғарыда x дедік қой. Немесе оқушылар, мына 10-ның орнына бірден 90 деп жазсаңыздар, сразу жауап шығады. Демек, y-іміз тең болады 5100-ді көбейтеміз 10-ға, бөлеміз 100-ге. 100-дің 2 нөлмен 2 нөлді қысқартырып жіберсек 5100 болады. Біз 5100 дегеніміз 10%, ал жеңілдетілген бағаны табу үшін 1100-ден 510 теңгені азайтуымыз керек. 0, мына жерде 9, бір көмек алып берсек 10, 10-нан 5-ті азайтсақ 5 болады, ал мына жерде 4. Сонда 4590 теңге. Бұл жауабы. Келесі тапсырма. Шырынның рецепті қоюлығына, суына 1/4 қатынаста екен. Қоюлығы суына қарағанда. Егер қоюлығы 2 литр болса, су қанша қажет дейді. Мынау қоюлығы. Қоюлығын суына бөлсек, 1/4 қатынас болып тұр. Демек, суы 4 есе көп болып тұр ғой. 4 есе артық болып тұр. Сондықтан, біз мынау 2 литр дегеніміз бұл қоюлығы. 2 литр қоюлығына қанша литр су қажет болады. Ол үшін біз 2-ні 4-ке көбейтеміз, сол кезде 8 литр шығады. Жауабы Б. Аптадағы қадам саны берілген, міне тұр. Медиананы табыңыз. Медиана дегеніміз не еді? Медиана дегеніміз қақ ортасында тұрған сан. Қақ ортасында тұрған сан. Бірақ қақ ортасында тұрған сан мынау деп қазір айта салуға болмайды. Алдымен өсу ретімен жазуымыз керек. Ең кішкентайы 5400. Одан кейін 5000 бітті ғой, енді 6000-ға өтейік. 6200-ді көріп тұрмын. Одан кейін 6200. Ары қарай 6500. 6500 кетті. Енді 6900. 6900 кетті ма? 7000. Мыналарды өшіріп шығайыншы. 5400 жаздым. 6200, 6500, 6900, 7000-ді жаздық. Енді 7600. Және соңғысы 8100.
Міне осылардың қақ ортасында тұрғаны бұл бізде 6900. Осы бізде медиана болады. Төртіншісі, сыныпта 12 ұл, 10 қыз бар. Бір ұл мен бір қыздан тұратын жұпты таңдаудың тәсілдер саны. Ол үшін оқушылар жай ғана 12-ні 10-ға көбейте саламыз. Бұл комбинаториканың негізгі ережесі көбейту және қосу ережелерден тұрады ғой. Сол жерде көбейту ережесін қолданамыз. Не үшін? Өйткені бір ұл мен бір қыз. Бір ұл және бір қыз. Бір ұл немесе бір қыз десе, онда қосу тәсілін қолданатын едік. Екінші тәсілі бұл теру формасымен шығаруға болады. Яғни с 12 ұлдан бір ұлды теріп аламыз. Көбейту с 10 ұлдан бір ұлды теріп аламыз. Бұл факториалмен шығады. Бұл жерде де жауабы 120 шығады. Ең оңай тәсілі бұл мұны. Такси А 300 теңге плюс 80 теңге әр километрға алады екен. Б такси 120 теңге километріне алады. Тұрақты ақы жоқ. Қай қашықтықта құны теңеседі? Так, жақсы, бірінші километр. Бірінші километрді А таксиміз және Б таксиміз болсын, е? Екке бөлейік. Так, бірінші километрді кесте салайық. Кәдімгідей қосып шығара салуға да болады. Бұны 380 теңге алады деген А таксиміз. 300 плюс 80. Сосын екінші километрінде уже осы 380-ге 80-ді қосамыз. 460 теңге болады. Бұл екінші километрді. Ал Б таксиміз 120 теңге, келесінде 240 теңге болады. Так, ары қарай. Үшінші километр. 460-қа 80-ді қосамыз. 540. Ал мұнаған 20-ны қосамыз. 360 болады. Төртінші километрді мұнаған 80-ді қоссақ 620. Мұнаған 80-ді қоссақ, 80-ді емес 120-ны қосамыз. 480 болады. Байқап отырғандарыңыздай, жаймен мұнау Б таксиміз А таксині бағасы жақындап келе жатыр, е? Келесі. Мұнаған 80-ді қоссақ 700, мұнаған 120-ны қоссақ 600 болады. 100 теңге айырмашылық болып тұр. Ары қарай, 6-шы километр, мұнаған 80-ді қоссақ 780, мұнаған 120-ны қоссақ 720. Келесі, 7-шы километр. 80-ді қосамыз 860 болады. Мұнаған 80-ді қоссақ. Так, мұнаған 80-ді қоссақ, 20-ны қоссақ 840 теңге болады. Енді қараңыздар, мына 6 километр дегенді алып тастасақ болады, бұл жауап бола алмайды, өйткені 6-шы километрді бағалары теңескен жоқ. А таксиміз 780, Б таксиміз 720 болады. Демек, үш нұсқадан біреу қалып тұр. Ары қарай. 8-ші километрді көрейік. Пока біз мына Б таксиміздің бағасы қуып жеткен жоқ. Аз болып тұр. Барлығында салыстырсақ аз болып тұр. Мынаған 80-ді қоссақ 940. Ал мынаған 120-ны қоссақ 960 болады. Уже мына жерде озып кетті, е? Мына жерде кіші еді. Демек, оқушылар, осы жерден логикалық тұрғыдан ойланып қарайтын болсақ, мына 8 километр бұл болмайды. Өйткені мына кестеде әртүрлі баға шығып тұр. Және 7 мен 8-дің арасында уже олар ауысып кетті. Логикалық тұрғыдан жауабы Б болады. Ал 10 километрға біз әлі жеткен жоқпыз. Осы жерде 7,5 километрді тексеріп көрейік. 860 дегенге біз 80 емес, соның жартысы 40-ті қоссақ 900 километр болады.
900 теңге болады мына А таксиміз. Ал Б таксиміз 840 теңгеге біз 120-ны емес, соның жартысы, яғни 60-ты қоссақ, бұл да 900 теңге болады. Ары қарай 6-шы тапсырма. Бақ жолының бірінші қадамын төсеуге 3 тас, әр келесі қадамда алдыңғысынан 2 тас артық қажет. 10-шы қадамда неше тас керек дейді. Так, давайте 10 қадамды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мынау 10. Мынау 1. Бірінші қадам. Ешқандай формула қолданбай, жай ғана арифметикалық тұрғыда есептеп табуға болады. Бірінші қадамды төсеуге 3 тас кетті дейді. 3 тас. Әр келесі қадамда алдыңғысынан 2 тас артық қажет. Демек, мынаған 5, мынаған 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 және 21. 10-шы қадамда неше тас керек? Мені тұр жауап. 7-ші тапсырма. Бөлме өлшемі 8 метрді 5 метр дейді. 50 сантиметрді 50 сантиметр плитка керек саны. Тігізсіз деп алыңыз дейді. Жалпы бөлмеміз 8-де 5 метр. Так, мынау 8, мынау 5 болсын. Метр. Демек, ауданы 40 метр квадрат. Ал плитканың ауданы 50-де 50. Яғни 0,5-те 0,5 деп алуға болады. Метрға айналдыратын болсақ, 100-ге бөлеміз ғой. Демек, бір плитканың размері, яғни ауданы, бұл 0,125. 0,125. Осындай плитканың нешеуі қажет мына бөлмеге? Ол үшін біз аудандарды бөлеміз. Яғни, бөлменің ауданы 40 метр квадрат, бір плитканың ауданы 0,125. Так, 2 үтір жылжытатын болсақ 4000-ды бөлеміз 25-ке. Так, 40-тың ішінде 25 бір рет бар, 15, 150-дің ішінде 4, 6, и 0 бар, 160. 4000-ны 25-ке бөлсек 160 екен. 160 плитка қажет. 8-ші тапсырма. Қақпаға жоқ қорап берілген. Өлшемі міне беріліп тұр. 2 метр, 1,2, 0,8. Сыртын бояу үшін тек түбі және 4 қабырғасы дейді. Коробканың астыңғы бөлігі және 4 шеті. Так, қажет беттің ауданын табуымыз керек екен. Так, қораптың беті ашық тұр. Өлшемдері берілген, бұл жерде қай өлшемі қалай ол берілмеген. Давайте былай алып көрейікші. 2 метр, мынау 1,2, ең соңғысы 0,8 ол биіктігі болсын. 4 шетінің ауданын табамыз. 4 шетінің ауданы. Және астыңғы бөлігі де бар. Бірінші, табан S T деп қойын. T деген табан. Табанын табу үшін 2-ні 1,2-ке көбейтем. Сонда 2,4 болады. Енді S бүйір. 4 шеті. Бүйір деген 4 шеті. 4 шетінің ауданын табу үшін мен 2-ні 0,8 деген биіктік ғой, 0,8-ді 2-ке көбейтем, плюс 0,8-ді 1,2-ке көбейтем. То есть 0,8-ді 2-ке көбейтсем, мына бетінің ауданы шығады. 0,8-ді 1,2-ке көбейтсем, мына шетінің ауданы шығады. Және бізде ондай қабырғалардан екеуі қарама қарсы орналасқан қабырғалары да бар. Сол үшін жалпы 2-ке көбейтейін.
И осыны есептейік. Тең 2. Мына 2-нің көбейтіндісі 1,6. 0,8-ді 1,2-ге көбейтейік. 1,2-ге көбейтейік. Так, 16. Мынаны көбейтсек 0,8. 0,8 деп жазайын. Қосамыз. 6, 9, 0. 0,196. Так. Екіні көбейтеміз. Мына екеуінің қосындысы. Так, 2,156 ма? Бес бүтін 112 болады. Так, жақсы. 5,112 деген бүйір бетінің ауданы. Енді коробканың ана сыртының ауданы керек қой, тек мына бетін есептемейміз, өйткені ол ашық деп тұр. Оны алмаймыз. 2,4-ті қосамын 5,112-ге. Жауабы 7,152. А нұсқасы. 9-шы тапсырма. Қапта 5 қызыл, 3 көк, 2 жасыл шар бар. Кездейсоқ бір шар алу кезінде қызыл емес түсу ықтималдылығын табуымыз керек. Қызыл еместі табу үшін алдымен қызылды тауып алайық. Сосын бірден азайтамыз. Қызыл шар түсу ықтималдылығы жалпы бөлшек бөлімінде бүкіл барлық шарларды жазамыз. Қызыл, көк, жасыл, олар 10. Алымына бізге керегін жазамыз. Қызыл шар шығу ықтималдылығын табу үшін қызыл шарлардың саны 5-еу, 5-ке бөлеміз. 5-ті 10-ға бөлеміз, е? Бұл бізде 2-ден 1 болады. Бұл қызыл шардың түсу ықтималдылығы. Қызыл шардың түсу ықтималдылығы. Енді қызыл шардың түспеу ықтималдылығы. Яғни қызыл емес деп тұр мына жерде. Емес. Ол үшін біз бірден, сол 2-ден 1-ді азайтамыз. 2-ден 1 шығады. Жауабы 0,15. 1-ді 2-ге бөлсек 0,15. Соңғы тапсырма. Айдос велосипедпен 3 күнде 192 километр жүрді. Екінші күн бірінші күннен 20% артық. Үшінші күн екінші күннен 12 километр кем жүрді. Бірінші күні неше километр жүрді дейді. Так, бірінші күн, екінші күн, үшінші күн. Шөн жазалайық, я? Екесі құрастырып шығарған өзіме оңайды мәтінді есептерді. Так, екінші күні мына сөйлем талдайық. Мына екінші күн бірінші күннен 20% артық дейді. Бірінші күнді x деп аламыз. 20% артық десе, значит, мына екінші күнді көп жүрген болып тұр ғой. Бұл 1,2x болады. Не үшін 1,2? То есть, 100%-ның 100%-ға 20% қоссақ 120% болады. 120%-ды бөлшекке айналдыратын болсақ, оны біз 100-ге бөлеміз ғой. Сонда 1,2 шығады. Келесі сөйлем. Келесі сөйлемде үшінші күні екінші күннен 12 километр кем дейді. Үшінші күні екінші күннен 12 километр кем. Значит, азайтамыз. И осы үшеуін қоссақ 192 шығу керек дейді. Есептейік. X қосамыз 1,2x, қосамыз 1,2x, азайту 12 тең 192. Мына үшеуінің қосындысы 2,4, 3,4 болады. Мына минус 12-ні былай қарай өткізсек, плюс 12 болады. Сонда 204. X-тің мәнін табу үшін біз 204-ті бөлеміз 3,4-ке. Баған түрінде бөлікші 204 бөлеміз 3,4. Бір үтірді жылыстырсақ, мына 0 біріктірсек, мына үтірді алып тастасақ болады. Сонда 2040-ті 34-ке бөлейік. 204-тің ішінде
Так, 6 рет десек. Иә, 6 рет. 6-ны 4-ке көбейтсек 24, x ойда. 6-ны 3-ке көбейтсек 18, ойдағы мен 20 болады. Азайтамыз 0, мына 0-ді мына жаққа біріктіре салсақ, x-тің мәні 60 шығады екен. Жауабы С. Достар, бүгінге осы. Каналға тіркелуді қолдауды ұмытпаңыздар. Амандықта, жүздескенше.